күшті сырға тағамыз да, Айназ? Мынау құлаққа тамызады мама, иә? Мама құлаққа тамызады. Мынаның ішіне міне көбелек тұр мына жерде. Көбелек сырғамыз. Артқы бөлігі, құлаққа тиетін бөлігі бізде одноразовый келеді. Сырға тағамыз да, Айназ? Жүзіні құлаққа тамызамыз дейді. Құлағыңа бүйтіп көбелек сурет салам, иә? Мынандай қылдым. Сен қозғалмай отыр. Жақсы ма? Сол отырайын ба, қорқып кетемін. Жоқ, пока не істеп, әлі емес, метка жасайын. Естерде асыласың. Құлағыңа сурет саламыз дейді. Қозғалма, құлағыңа сурет салам, иә? Мама көрсетем. Қара, маған қара. Айнас, маған қараймыз. Апаның мұрнына қараймыз. Апаның носик дейміз, да? Мұрын қайда апаның мұрны? Апаның мұрны. Айназдың көзі қайда? Айназдың көзі. Молодец. Құлақ қайда? Құлақ Айназдың құлағы қайда? Құлағың қайсы? Құлағың қайсы? Сырға тағамыз да. Сырғаны тағамыз, тезде көбелек тез тағайық па? Құлағына тағып береді, иә, апа? Сен жуама, иә? Саған күшті подарок керек, сыйлық керек. Көбелек, саған қарап, жаққа қарап қой. Қозғалма, иә? Құлағымызға көбелек болады. Қандай әдемі. Вау, пинканы стама. Пинканы қара, көбелекті қара. Розовый. Монаминдан алған сыйлықтарымды сіздерге көрсетейін. Сіздерге арнап, мерекеге орай сыйлық алдым. Мінекей. Айнас, көрсетейінші қыздарға. Тәтәй да, ай-ай ма? Ашпа бірақ, ашпа. Апатайларға береміз, иә? Апатайларға береміз. Сөйтіп, 3 түгін алып қойдым. 3 құрбыма беремін деп. Қызым көрсетуге мұрша бермей жатыр. Мінекей жақынырақ сіздерге тағы да көрсетейін. Осындай гель для душа, лосьон для тела бар дейді. Содан кейін мочалкасы бар екен ішінде. Өте әдемі 8 наурызға арналған универсалды сыйлық деп ойлаймын. Осындай 3 танасын құрбыларыма алып қойдым. Бүгін бір құрбымның туған күні болады. Сонда кездесуде беремін. Әдемі көктемнің нәзік мейрамында нәзік қыздарды қуантатын боламын. Оған қоса өзімді де қуантуды ұмытпадым. Өзіме де уходовый косметика сатып алдым. Монаминда 40% жеңілдік болып жатырғанын пайдаланып, өзімді де мерекемен құттықтап қояйын дедім. Кісі көрсетуге мұрша бермей жатыр. Бұған да керек барлығы. Қыз ғой ол, қыз да? Қыз, қазір көрсетем. Міне өзіме арнап осы клиниктің тонигі менен сывырткасын сатып алдым. Тониктің бағасы 16 мың, сывырткың бағасы 21 мың болған екен. Бірақ мен 40% жеңілдікпен алдым. Осыған дейін күзгі влогымда көрсеткен бет күтіміме арналған косметика осы болған. Доктор Алтидің кремі мен Примордың сывырткасы. Бұлар уже таусылды. Енді бүгін жаңасын ашып пайдалана беретін болдым. Сосын осындай менде тоник болған. Бұны да таустым деуге болады. Бүгін соңғы рет пайдаланып, бұның барлығын лақтыратын боламын. Косметикаға отзыв айтатын болсам, бұл менің беттеріме арналмаған екен. Бұл сухой кожа дейді ғой. Беттері құрғақ қыздарға арналған. Шашымды жуып алдым. Жуғаннан кейін менде осындай объем. Шашым бюро болғандықтан оған мән бермеңіздер. Қазір
тоникті бетімізге жағып, өзіміздің бет күтімін жасайық. Сыворотка осындай сұйық екен. Қазір бетімізге жағып көрейін. Біріншісі жаққаннан ақ бетімді нәрлендіріп тұр. Бұйырса тағы пайдаланып, пікірімді айтатын боламын. Шашыма укладка жасап, боянып, құрбымның туған күніне бара жатырмын. Осылай әдемі болып, асықпай, шыққанға не жетсіз. Прям өзімді күшті сезіндім. Бүгін 6 наурыз, 8 наурыз алдындағы соңғы жұмыс күн. Соған қазір мерекелік көңіл күйменен, осылай белдемшеменен рубашка жейдемді киіп алдым. Әдемі болып тұрған сияқтымын. Бұл влогта осы рубашкамен осы комбинацияны көп көретін боласыздар. Білмеймін, бір киімді ұзақ киіп қалатыным бар осылай. Қазір әріптестеріміз жасаған концертті көруге барамыз, бұйырса. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді. Адамның күні әйелмен, әйелдер мәңгі жасасын. Бүгін базарға келіп, ертеңгі беретін ауызашарымызға керек жемшеліктер мен көкөністерді алып жатырмыз. Оптовый жағынан. Пиндау маркетке келіп, ертең тарқататын сыйлыққа арналған заттарымызды алдым. Мына жақта 10 штук дастархан бар. Сосын осындай нан салатын ыдысымыз бар. Мына қызымызға арналған 8 марттың подаркасы дейсің. Базардан шығып жатырмыз. Адам деген өте көп. Бүгін жұмыстан сұранып келе қойып едік. Адамның барлығы осында жүрген сияқты. Ауылдың ер азаматтарының барлығын көргендей болдық. Мен жеге тағы базар салатын әрі ашқан. Ақша, су дегенге тағы да бір көзіміз жетті. Фрукт, жеміс-жидектер, көкөністер, сосын не алғанбыз? Сиырдың тілін алғанбыз. Сиырдың тілі килосы 5000-нан деп берді. Құлпынай әр жерде әр түрлі баға. 2800, 2600, ең арзаны 2300-ден көрдік. Сіздерде қалай болып жатыр? Мерекеге қарсы бағалар өсіп кетті ме? Бәрі осы мерекенің ажиотажын пайдаланып жатырған сияқты. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мереке алды, 7 наурыз. Ағайын туыс балаларымызды жинап, ауызашар берейін деп жатырмыз. Бүгінгі жайған дастарханымызға баға беріп кеттіңіздер. Өте әдемі болып тұрған сияқты меніңше. Артық еш нәрсе жоқ, бәрі дәмді, бәрі желінетін ас. Менің келіндік образыма да баға беріп кеттіңіздер. Осындай көктем гүлі болып тұрмын. Мерекелеріңіз құтты болсын. 7 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Көңілдеріңізді кірбің шалмай, жылы жүздеріңізден күлкі кетпей, аман, сау отбасыларыңыздың арасында жүре беріңіздер деп тілеймін. Барлық жақсы атаулыны осы әйел адамзатына тілеймін. Бүгінгі біздің дастарханға қойылған тағам түрлерін көрсетейін. Әзірлеуімді түсіре алмадым, қарбалас болып үлгеру керек болып. Сол себепті уже әзір дайын күйінде сіздерге көрсетейін. Осындай ет нарезка, тауықтан осындай нарезка, содан кейін осындай балықтан жасалған тарелка. Осындай Атырауда хит салат,
Сосын осындай жаңа рецептпенен қызылша қосылған салат дайындап көрдім. Дәмі қандай болатынын білмеймін, бірақ менімше, менің талғамыма бұл дәмді салат болатын сияқты. Құрамы өте жеңіл, қызылша, нут және фетакса сыры бар. Бетінде петрушка. Сосын соусына оливковое масло, чеснок, лимонный сок, тұз және бұрыш салған болатынмын. Оразада ауыз ашуға өте жеңіл салат деп ойлаймын. Содан бөлек барлық жақта хит осындай хрустящий баклажаны салатын дайындадық. Фрукты нарезка. Сосын осылай мандаринді бөлек қойдық және жүзімді бөлек қойдық. Сосын осылай ыстықта етіп бауырсақ алып келдік. Осымен дастарханым түгенделді. Ауызашарға 2026-да дайындаған дастарханым осындай болды. Бүгін ыссы тамаққа сырнен емес, қазан кебаб деген хит болып жатырған тамақ пісіріп жатырмыз, да, мама? Тамағымызды әсемдеуге осындай әдемі түрлі түсті көкөністер. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 8 наурыздың таңы. Осылай сыйлықтарымды жиыстырып, сіздерге көрсетейін деп отырмын. Бұл біздің үйдің нәзік жандыларына арналған сыйлықтар. Қазір сіздерге біртіндеп көрсетейін. Мына жерде тұрған сыйлық біздің қызымызға арналған шай ішетін набор. Қызымыз осындай ойыншықтарды ұнататындықтан бұл ойыншыққа қуанады деген ойдамын. Жалпы жаңа нәрсенің барлығын жақсы көреді қызымыз. Сосын одан бөлек осы жерде тұрған косметика, көріп тұрғандарыңыздай, бұл косметикаларды 2 сіңіліме арнап алдым. Біреуі қайын сіңіліме, біреуі өзімнің туған сіңіліме. Бірінші осы пакетикті ашып көрсетейін сіздерге. Бұның ішінде қасқа арналған осындай сен сұлудың гелі бар. Осындай кореялық пудра бар. Сосын осындай блеск для губ бар. Әдемі стичімен бірге. Прилог ретінде тақ қоюға болады. Бұл базовый минимум деп ойлаймын. Сіңліме арналған бірінші косметикалар. Так, енді осы екінші қорапты ашайық. Бұл сен сұлудан жинаған косметика. Бұны енді қайын сіңлім үлкендеу болғандықтан осындай сен сұлудың спонжигі. Сосын осындай румянасы. Сосын оғанда қасқа арналған гель алған болатынмын. Жылда 8 наурызға оның косметикасын жаңартып тұрамын. Биыл осындай сыйлықтар алдым. Өзіне керек нәрселер деп ойлаймын. Содан кейін осындай 2 қорап тұр. Мына қораптың ішінде X-теп анамызға арнап аяқ киім алдық. Спорттық аяқ киім берса, жазда көктемде киетін болады. Өзімізге ұнатып алдық. Өзіміз осыны ұнатып алдық, анамызға келеді-ау деп. Керек нәрсе деп ойлаймыз. Ал мынау әжемізге арналған сыйлық. Бұның ішінде ең керекті дүние кітаптар. Шынайы өмірде болған ой салар оқиғалар. Ағабек Қонарбайұлы. Бұл
кітапты мен дүкенде оқып отырып ұнатып қалдым. Өте керемет кітап секілді. Әр бетінде бөлек-бөлек оқиғалар жазылады. Мысалға, орыстардың «Куриный бульон» деген кітабы сияқты деп түсіндім. Міне осындай кітап, және де хит болып жатырған «Имани гүл» деген кітап. Қайрат Жолдыбайұлы «Ақиқат жуағы мен күдікпен күрес». Жеміс намазда болғандықтан бұл кітап оған ұнайды деген ойдамын. Бір жағынан оразаның уақытында сауат ашуға өте күшті кітап деп ойлаймын. Таңертең ұйқымды ашып, телефонымда қарап жатырсам, Астанадағы ағам мен інімнен ақшалай сыйлықтар келіп жатыр екен. Оларға да бек рахмет. Таң атпай көңіл күйімізді көтеріп жатыр. Енді бұйырса сол ақшаға өзіме керегімді алып жарататын боламын. Ойбай, мен қайда? Ойбай. Мен ал сықи. Кет қылаңыз. Привет, Денис. Привет, Денис. Привет. Не уже. Күшті деш? Қачақ. Күшті. Шай ішейік дейсің ғой. Мерекеміз ғой бүгін, шай ішейік. Аня, шай қойпеш? 8 наурызда клубника в шоколаде болмаса қалай деп па? Осындай қайын сіңілімнен сыйлық келіп жатыр. Ме, Айназдың үстінде қандай ай киім? Айназ? Майшы? Ой. Ой. Нағашыларының 8 наурызға сыйлаған киімі. Жаңа киім кисе майысып, қуанып қалады өзі. Ой. Жаңағы киімге қоса осындай тәттісі бар, осындай алмазный ойыншық бар. Сосын осындай ойыншық бар. Қайсы, Айназ, қазір көрсетем. Осындай ойыншығы бар. Бұған қоса тағы бір ойыншық бар, оны уже ашып қойды. Қазір оны бөлек көрсетемін. Біртіндеп беремін деп едім, көріп қойды. Мына киімін тіпті шешпей жүр. Сосын осындай зерек бала дейтін ойыншық алып келіпті. Бұл ойыншық өте керемет екен. Барлық карточкаларды осылай салсаңыз, ағылшыншасын және қазақшасын айтып береді. Көрдіңіз, әке дейді. Қазақшасын да, ағылшыншасын да айтып береді. Ал мысалға жануарларды салсақ, дауысын да шығарып береді. Күшті, е? Балаға барлығын үйретуге әдемі ойыншық. Ал енді жолдасымның маған берген сыйлығын көрсетейін. Ол осындай армандар картасы. Армандарымды осында жазып, көрінетін жерге қойып қоямын. Күнде осыны оқып, көріп, армандарыма қарай нақты қадамдарымды жасап, орындауға тырысатын боламын, Алла бұйырса. Өте керемет сыйлық. Жолдасым менің творчествоны қалай жақсы көретінімді біледі, армандарды блокнотқа жазып жүргенімді көріп жүр. Соған енді көз алдымда жүрсін деп осы армандар картасын алып берді. Сосын мерекеге орай жақындарымнан осындай сыйлықтар алдым. Бұны бұйырса келесі влогтарда киген кезде көресіздер тағы да. Бүгінгі влогта киіп көрсетпеймін. Қатты қуанып қалдым өзім. Жаңа киімді жақсы көрмейтін қыз жоқ шығар. Барлығы көктемге гардеробым жаңарып жатыр. Күшті қуанып қалдым. Біздің 8 наурыздағы романтикамыз осындай болып жатыр. Жаным сол. Жолдасыммен бірге уақыт өткізгенге не жетсін. Ең бағалы сыйлық осы ғой. Кешегі қонақтықтан кейін 8 наурызда демалыспен өтті. Демалып, ұйқымызды қандырып, бір-бірімізге көңіл бөліп, бүгін
Кеш болғанда кино көріп жатырмыз. Сіздерге бөлмемнің мынадай түрін көрсетпеген шығармын. Қазір бөлмеге генеральный уборка жасайын деп жатырмыз. Иә. Не үйдің іші қоқып кеткен. Әр үй жинағанда әйтеуір байым қасымда жүреді, көмектесіп, оған да шүкір Аллаға. Мен мүлдем үй жинайтындардың қатарынан емеспін негізі. Маған тек тамақ пісіруді беріп болып тұр. Бірақ осындай бай жолықтырған Аллаға сан шүкір. Қазір екеулеп жүріп, барлығын бірге бітіреміз. Үшеулеп жүріп те, Айнес. Сосын осылай үлкен штативімді шығарып жатырмыз. Қазір сіздерге контент түсіру үшін қалай жинап жатырғанымызды түсіріп тұратын. Қыстан көктемге ауысып жатқандықтан осылай бүткіл төсегімізді көтеріп, мына жақтағы жанында тұрған Айнас қоқылмасын деп тұрған көпшіктердің барлығын сыртқа шығарайын деп жатырмыз. Далада қар, бірақ көктем келсе де осы таза ауа болып тұрған кезде үйді шығарып алайын деп жатырмыз. Бөлмені жинақтап, көктемге дайындаламыз, ала берса. Сіздерде де мотивация болсын деп көрсетіп жатырмын. Жапқыштарды түсіріп, батареялардың шамын сүртіп, барлық жердің шамын сүртіп жатырмыз. Шкафтың үстінде тұрған заттарды да түсіріп, үстінің шамын сүртейін деп жатырмыз. Шамын жинап қойған қараңыздар. Осындай ойыншықтарды кері орнына жинап қою үшін коробкаларды қаптап жүрміз. Ойнап болғаннан кейін бұл ойыннан жасы өскен кезде кері коробкасына салып жинап қою үшін шкафтың үстінде жинап жүргенбіз. Мен жинағанды да бүгін қатты кетіп жатырмын. Осы шкафтардың ішін барлығын ақтарып, керектерін қалдырып, керек еместерін лақтырайын деп отырмын. Осындай кітаптарым да бар осының ішінде. Егер қызық болса, бұларға да бір күні обзор түсірермін дейді. Менің шағын библиотекам осы. Мына жердегі туалетный столигімді де жинап жатырмын. Керегін қалдырып, керек емесін лақтырайын деп отырмын. Мына жерде мен уже біраздан бері пайдаланбай жүрген қасқа арналған гель бар. Уже пайдаланбағасын осындай болып құрғап кеткен. Бұны да сақтамай лақтыра берейін деп отырмын. Екінші зат ол осындай карандаш для губ. Бұны сындырып алдым, ұштын шығарамын деп, содан шығара алмай қалдым. Бұны да лақтырамын. Содан кейін не шығарып жатырмын, осындай заколка сынып қалды. Мына жері әдемі емес болып тұр. Сол үшін бұны да лақтырамын. Сосын білмеймін, мына не зат екенін, бірақ тоже осындай сынған нәрсе. Одан кейін осындай Азамат екеуміздің парный сағаттарымыз бар. Бұлар уже жасамай қалды. Менікі уже қарайып қалған, әдемі емес түсі. Бұны Азамат жүрген кезде 8 наурызға сыйлап еді кезінде. Соларды лақтырайын деп отырмын. Сосын осы Фаберликтің иіс суын лақтырайын деп отырмын. Бұны да уже пайдаланып жүрген жоқпын. Одан кейін Хеймиш тушы. Бұны арасында пайдаланып жүрген, бірақ құрғап қалған. Құрғап кеткен, сол үшін бұны да лақтырайын деп отырмын. Содан кейін уходовый косметикімді айтқанымдай жаңарттым. И мына бұрынғылары бітіп қалғандықтан бұларды да лақтырайын деп отырмын. Кәдімгі соңғы каплясына дейін қолдандым. Бұлар уже
лақтыратын болып тұр. Маған мына сыворотка ұнап қалды. Көріп жатсаңыздар, пайдалануға кеңес берем. Мынау кремде де база ретінде жақсы крем. Бірақ проблемный кожаларға бармайды ол. Тек балғындық береді, увлажнение береді. Сол бұл да бітті. Бұны да лақтырамын қазір. Осындай қағаз, жіп дегендер жатыр. Осыларды лақтыратын боламын. Уф, деп сағат 12-де бастап жинағанымызды 6-да бітіп жатырмыз. Онда да әлі айна сүртілген жоқ. Ой, сіздерде де солай ма? Үй жинаған кезде өзіңнің бөлмең ең соңына қалады. Сол үшін бүгін мерекеге орай берілген 3 күнді пайдаланып, үйімізді, бөлмемізді жинап алып жатырмыз. Сағат 12-де бастағаннан сағат 6-да бітірдік. Бірақ жасаған жұмысымызға өте қатты риза болып отырмын. Бөлме тап-таза, жиналып, көптен ойда жүрген нәрселерді жасап қойдым. Сосын осы жерде өзімнің 8 наурызға алған сыйлығымды да шығарып қойдым. Бұйырса өзімді күтіп, өзіме күтім жасайтын болдым. Сіздер де осы видеоны көріп, демалыс күндері үйлеріңізді реттеп алсаңыздар жақсы болады. Бір жағынан Рамазан айында үйлеріңіз реттеліп, тазарып, көктемнің жайма шуақ күндеріне дайын тұрады. Қараңыздар, минимализм деп жатырдым да, минимализм емес екені есіме түсті. Минимализм болса, біраз нәрсе мына жерде тұрмас еді. Десе де, ескі нәрселерді жаңа көргендеріңіздей лақтырып тастадым. Мына шкафтардың да ішін жинақтап, киімдерді реттестіріп қойдым. Бұл да бір біткен іс болды деп қуанып тұрмын бөлмемнің тазарғанына. Жаңа терезені ашып та ауа кіргізіп алдым, таза ауаны бөлме жинап болғаннан кейін. Енді бұйырса ауызашарға дайындаламыз. Сағат 7:30-да ауызашар. Қазір сорпа пісіреміз бұйырса. Соңғы кадрдан кейін мүлдем видео түсірмей қалыппын. Қазір видео монтаждап жатып, аяқтайын деп жатырмын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жазылуды да ұмытпаңыздар менің каналыма. Қазақша контентті қолдап қояйық. Соңына дейін көріп, назар бөлгендеріңізге бек рахмет.